Жақсылық атасыз ғой. Енді. Жақсыбай. Мынау ветеринар қызметінде істедіңіз, врач қой. Андай құжат бар да, осыны мен сізден өзіңізден сұрайын деп едім. Былай дейді. 5 апреля, орысша түсінесіз ба? Оқи білсек. 5 апреля 2019 года составлен акт в присутствии главы крестьянского хозяйства Тайбурул Елеева Т. ветеринарного врача Избасарова Ж.Д. Сіз ғой? Работников Скотников Сарсенова Р. Еркасымов Б. В котором указано, что при пересчете обнаружено 60 голов недостачи лошадей с первого табуна, о чем все поставили свои подписи. И поставлен печать крестьянского хозяйства. Рас па осы? Рас болғанда не ғой? Басынан бастап айтайын мен. Оны бөлек біреудің мал жетпесін мен білмеймін ғой. Иә. Хозяйствода бізге мал ектейді. Біз егеміз. Иә. Мал егіп болғаннан кейін бәрін расчет білгенбіз ғой. Соған біз хозяйство печат қояды, сосын малдың басын санаймыз. Соған есебін көбейтіп, дәрісін шығарады. Мал жетеді, жетпейді, оны мен білмеймін. Енді аға қараңызшы, мына жерде құжатта жаңа көрдіңіз ғой. 60 мал жетпейтінін сіз растап тұрсыз ғой фамилияңызбен. Растап тұрғанда олай деген жоқ, мал санақ қой, мал санақ. Мен оған мал санап бергенде басында жоқпын ғой. Мен білмеймін оны. Дұрыс қой, енді логикаға сай емес. Келмейді. Мен одан рахаттан сұрадым, мынаған деп еді, мен түсінбеймін. Малың түгел ме айтсам, рахат түгел деді, аға сен саспа. Сосын мен қол қойдым, рахат қайтым, мына мал санақ деп жатыр. Біздер по-гельски мал санаққа барған жоқпыз. Әдейі мына мал санаймыз деп барса, онда бір сөз. Бізге мал санақ деп жатқан жоқ. Бізге барғанда айтқаны жаңа. Мен енді мал шаруашылығынан алыспын, журналистпін, бірақ сізден сұрайыншы, міне сіз 1, 2, 3, 4 деп санадыңыз ба? Сол кезде қанша шықты білесіз ба? Ойымда жоқ қой. Енді сол кезде мысалы, жарайды, 1000 шықты дейікші. Бірақ кім айтты ма жаңағы Тайбурулдың басшысы 1560 болу керек. Жоқ. 60 жоқ қой деп, осыны дау болды ма? Жоқ. Ағам ондай дау ештеңеде болған жоқ. Мен келдім, мал санадым, малдың басы былай, сосын рахат айтты, рахат сен көрдің бе, мен 1560 жобағын айтып отыр. Мындай мал шықты, мындай мал бар екен алдында. Мен сосын айттым, мен дұрыс па, біз ұятты қағалармыз, сен аяқ астынан біздер деген тек мал егу жаңа көп араспаймыз. Сіздерді хозяйство не үшін шақырды негізі жаңа Тайбурул? Біз мал егеміз ғой, мал. Плановый, план. Егу үшін, иә? Мал егу. Қанша малға екпе салатынын санадыңыз негізі? Болды, бұл сол. Вопрос сол ғой? Сол. Бұл жерде 60 бас жоқ, жымқырды, ұрылады деген жоқ. Жоқ. Енді сізді 2019 жылы осы сотқа шақырды ма Рахат Сәрсеновтың куәгер ретінде? Куәгерден районныйда болды, бірақ 19 жыл емес, жақында болды. Сол кезде бардыңыз ба сіз? Мен бардым, айттым осыны. Дәл осылай айттыңыз ба? Дәл осылай айттым. Менен сұрады. Менен сұрады емес. Мен аналар айтты ғой жаңа сен мал санаққа қатысын деп. Мен айттым, мал санағы дұрыс қой, бірақ мал санағы емес. Біздер малдың басы керек. Малдың басы егілді, бәленбай шықты. Оны сіздер компьютерға енгізесіз? Компьютерға енгізуге болды. Біз оның хозяйствоның малын санау, неге қатысы, оған ешқандай қатысы жоқ. Судья не деді сот? Судья істеген дейді, соны сұрады, қол қойды, соны рас па дейді, мал санағандарың, Рахаттан сұрағаның рас па, рас, мұндай мал бас ба деп. Енді сіз Рахатты бұрын соны танисыз ба? Ауылдың баласы ғой, таниды. Жалпы 60 малды немесе 100 малды жымқыру, ұрлау мүмкін бе? Мүмкін емес. Мүмкін болғанда мен түсінбеймін сол балаға. Бір постоянно бір сөйлеп барғанда біз кездескенде бір кездесеміз ғой. Мықты қатынасым жоқ та жақында. Тұйық бала, тұйық жігіт қой. Тәжіғали. Рахат. Бірдеңе сұрасаң, бір-екі ауыз сөз, бір ештеңе тартып сөйлесең де көп не жоқ. Бірақ ондай ұрлыққа бара алмайды. Ұрлыққа барылған естіген де жоқ. Ал Тәжіғали туралы білесіз ба? Қандай азамат? Тәжіғалиді білмеймін ғой, дұрыс. Келеді, кетеді, мал санайды, мал апарады, мал әкеледі. Жұрттың бәрі бұны ақталды, битті деп жатыр ғой. Ол ақталған жоқ бұл. Ақталған жоқ. Біз ертең апелляционный сотқа береміз. Бұл амнистияға ілікті. Білем амнистияға. Солай айтқанымыз дұрыс. Енді ең алғашқы тараған ақпарат бойынша ақталды деп таралды. Соны неге айтты? Сендер заблуждениеге салып жіберді ғой. Жоқ, ол кісі айтқан жоқ негізі. Оны сыртынан журналистер түсіріп алды да,
ол кісі жылап отыр. Ана бір журналист. Иә. Оны білмеймін кім екенін, бір түсірген сонымен салған. Сөндіре тұршы болдық біздер. Қазір жоқ, мен соңғы аяқтаған жоқпын әлі. Ең сорақысы 60 жасын изоляторда қарсы алған. Білесіз ғой? Маған шаруам осы. Кінәлі ма? Кінәлі табылды. Кінәлі. Мен шаруам жоқ. Енді міне қараңызшы, кінәлі ма деп тұрсыз ғой? Если жазықты болғасын қалмап отыр ғой. Енді қалай жазықты болады? Апелляция ақтап тұр ғой. Амнистия беріп тұр ғой. Ол жерде қараңыз аға. Оны ақтап тұрған жоқ. Енді 30, сіз 40 мал дедіңіз. Жоқ. Серағына 6 ай бостандығынан, бас бостандығынан айырылып, 600 мың менің пайдама шешіп отырған. Иә, бірақ ол бір жылқының көлемі. Енді ерте көреміз ғой, тағы апелляция болады ғой. Міне, апелляция жоғары сот болсын, сол кезде айтасыз. Енді қазіргі құжат бойынша сөйлейік. 40 бас мал жылқыңызды Рахат Сәрсенов ұрлап па? Сізге нақты сұрақ қоямын. Иә, жоқ деп жауап беріңізші, сонымен аяқтайық. 40 бас жылқыңызды Рахат Сәрсенов соттың үкімімен дәлелденіп ұрлап па? Жоқ. Сот дұрыс шығармаған үкімді. Жақсы. Дұрыс шығармаса, жоғары сотқа арызданыңыз. Бірақ қазіргі сот бойынша мен оған жауап бермеймін. Енді ол болмайды ғой. Сіз өзіңізге ыңғайлы сұраққа жауап бересіз. Руслан, мен оны шешпеймін. Аға, мен сіздің ақбасыңызды қараңызшы, мен тыңдаңызшы, мен сіздің ақбасыңызды сыйлаймын. Сіздің де отбасыңыз бар, немерелеріңіз бар. Ол кісінің де тура отбасы, немереңіз бар. Енді қараңыз, ол сізге көлденең көк атты емес қой. Дұрыс па? Ол сізге өзіңіздің бір бауырыңыздай азамат. Енді қоғам неге дүрлігіп жатыр? Соған мен жауап берейінші. Мен түсіндім. Сен неге маған онда жауап бер? Бірінші соттың 7 жыл берген несі? Дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс емес. Өйткені апелляция оны дұрыс емес. Өзгертілсін деп тұр ғой. Меніңше апелляция дұрыс емес. Көрдіңіз ба, сіз енді өзіңіздің дұрыстайсыз. Мен соттың решениесін айтып, қағаз айтып. Жоқ, маған решениесі келмес. Мен оны кінәлі деп санаймын. 40 бас жылқымды ұрлады. Дәлел бар ма? Дәлел бар, табам. Жоқ, табам деп жатсыз. Енді тапсаңыз неге мас орында неге? Мен сотқа сенбеймін. Жаным, аман бол. Жақсы аға, енді мен қай жерде сендірдір? Қай жерде жүрсең де рахмет аға. атың шықсын. Рахмет аға. Жақсы жағымыз артын шықсын.